أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Алла жазса бүгін қиссалардың легі бойынша жаңағы ақшам намазында оқыдық Буруж сүресін. Сол Буруж сүресінде ор иелері жөнінде қисса айтылды. Ор иелері деп асхабул ухдуд деп келеді Құранда. Ухдуд деген ор, жаңағы үлкен қазылған жер, сол қазылған жерге мүминдерді отқа тастағандығы жөніндегі оқиғаны Алла Тағала осы Құранда келтірген болатын. Иншалла бүгінгі өтетін иншалла қисса сол жөнінде болмақ. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Меккеде болған кезде білесіздер, алғашқы исламды насихаттаған уақытта өте ауыр сәттер болды. Пайғамбарымыздың жанында бірер адам ғана ерді. Бүкіл Меккенің мүшриктері, Меккенің ақсүйектері, Меккенің басшылары барлығы пайғамбарымызға қарсы шықты. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам айналасына жиналған көптеген әлсіз адамдар болды. Бұл енді жалпы бүкіл пайғамбарлар да дінді насихаттаған кезде сол қауымның әлсіздері, кедейлері ергендігін біз білеміз. Қарапайым адамдар пайғамбарларға ерген болатын. Солардың жолымен пайғамбарымыздың да айналасына бірнеше сахабалар алғашқы кезде, меккелік кезде иман келтіріп пайғамбарымыздың артынан ереді. Солардың біреуі мысалы Аммар бин Ясир деген, сондай сахабалар, алғашқы Сумайя деген анасы болған Ясирдің, оны да алғашқы шахидтер дейді. Осы дін үшін құрбан болған адамдар, солар да иман келтірген. Және солардың ішінде Хаббаб бин Арат деген сахаба болған. Сол Хаббаб бин Араттың оқиғасында бірде қатты Меккенің мүшриктері оны азаптап, арқасынан сабап, арқасын тілгілеп, сондай қатты қинап жүреді. Сөйтіп Хаббаб бин Арат сол қиналған бойында Алла Тағаланың елшісі пайғамбарымыздың алдына келген екен. Сонда қатты қиналған дауыспен пайғамбарымызға келеді, айтады: «Я Расулалла, ей Алланың елшісі, мәтә насрулла, Алладан жеңіс, Алладан көмек қашан келеді» дейді. Сонда сирада айтады, осы сөзді дейді, ол бірден арқасына сондай бір үлкен таяқ батқан кезде бірден кеп пайғамбарымызға шағымданбаған дейді. Сол шыдаған езгісіне, таяғына, азабына шыдап, бірақ соңғы сондай шыдай алмайтындай дәрежеде олар соққыға жыққан кезде қатты қиналып, яғни Алладан үміт күткен, ақиретке иман келтірген мұсылмандар ғой. Сонда қатты қиналып, енді біз Алла Тағаланың құлдары болсақ, Аллаға иман келтіргендер болсақ, Алла иман келтіргендерді сүйетін болса, деп сондай ішкі үмітпен Алланың елшісіне кеп, мәтә насрулла, Алладан жеңіс, Алладан көмек қашан келеді деп сөз айтады. Сонда ардақты пайғамбарымыз былай дейді: сендерден бұрын иман келтірген қауымдар болды, мүминдер болды, мұсылмандар болды дейді. Оларды да азаптады дейді. Заманында оларды да азаптады мағынасында хадистің. Сөйтіп азаптауы сондай дейді, оларды арамен кескіледі дейді. Немесе жаңағы еті мен сүйегін бір-біріне ажыратып, жаңа сондай ілгешек, мынау ауылда шөп суырғыштар болады ғой мысалы. Сөйтіп ілгешек сияқты соны еті мен жаңағы терісін, сүйегін ажырататындай солай жұлып солай азаптады дейді. Не үшін? Бірақ жаңағы айыптары олар Аллаға иман келтірген үшін дейді. Бірақ сол азаптары дейді, арамен кессе де, жаңа жұлғышпен еті мен сүйектерін бір-бірімен айырса да, ля ясудду ан динихим,
ол нәрсе, ол азаптардың барлығы оларды діннен айыра алмады дейді. Олар діндерінде берік болды дейді. Уәләкиннәкум тәстәжилун. Бірақ сендер асығасыңдар деген екен пайғамбарымыз. Жаңағы азаптың қатты қиналып келген, қаншама сабыр етіп қатты қиналып келген сахабаның өзіне осы мысалды келтірді. Уәләкиннәкум тәстәжилун. Бірақ Алланың жеңісін ерте көргілерің келеді. Сендер асығасыңдар деп пайғамбарымыз айтқан екен. Ендеше жоғарыда пайғамбарымыз қандай мысалды келтірді? Сондай арамен кескен заман болған. Ол болған оқиға ма? Иә, болған. Біз оған иман келтіреміз. Оған дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның солай айтуына себеп болған нәрсе, сол қауым, сол оқиғаларының бірі осы Буруж сүресінде келтірген. Ол ор иелері деген атпен жаңағы тарихта қалған. Енді бұл қисса Құранның Буруж сүресінің ішінде Алла тағала баян еткен. Екінші Муслимнен келген пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның иман келтірген бала деген атпен сондай мағынадағы қиссамен келтірген. Яғни сахих хадисте де бар, Құранның ішінде де осы қисса баяндалады. Енді бізге жеткен қасас сол Құраннан жеткен хабарлар бойынша бұл бір заманда өткен, ол заман бізге беймәлім, бізге мағынасы жоғарыдағы ылғида желіспен келе жатқан мағынасы, мәні ол оқиғаның өзі. Сонда бір сондай патша дүниеден өткен, оның есімі бір риуаяттарда Зул-Науас дейді. Аты сондай болған жаңағы патшаның. Ол патшаның ерекшелігі, ол да анау ферғауындар сияқты сондай қатыгездікпен елді басқарған патша болған екен. Ол қатыгездігі ол сондай, оның ең жауы иман келтіргендер болған. Сол иман келтіргендерді өлтіріп, азаптап, мен құдаймын деп жаңағы ферғауында айтты ғой, әнә роббукумул а'ла деді. Құранда Алла тағала айтады. Ол айтты дейді, мен сендердің ұлы раббыларымын деп айтты дейді. Осындай сөзді айтқан жаңағы патшалардың бірі екен. Зул-Науас деп келеді қиссаларда. Сол патша, бұл патшалық оларға өзінің аталарынан келе жатқан патшалық екен. Мысалы, әкесі де сондай Мәлик патша болған, елді басқарған. Сөйтіп, сол патшаның бір сиқыршысы болады. Яғни елді ұстап тұру үшін не істеу керек? Жаңағы елді алдау керек, әртүрлі сиқырмен, сиқыршылардың көмегімен айтып. Сол патшаның бір ерекшелігі дейді, мысалы заманда адамдардың үйінде болған әңгіме болатын болса, немесе біреу-біреумен кездескен болса, соны өздеріне айтып беретін болған патша. Сендер сөйттіңдер, бүйттіңдер деген сияқты. Яғни кейбірде мысалы қазіргі заманда да бақсы балгерлер бірдеңе деп айтып жатады ғой, сен сөйтіпсің, сенің пәленше балаң бар деген сияқты. Мысалы, сол сияқты ол да сондай өткен нәрсені болжап айтады екен. Ненің көмегімен? Сиқырдың көмегімен. Жанында ол кісінің қарт, кәрі сиқыршысы болған екен. Бұл сиқыршысы ол патшаның, Зул-Науастың жаңағы әкелерінің қызметінде болған адам екен. Сондай сөйтіп сол сиқырлық бар, соның сыбырлауы бар, жындармен байланыс, шайтанның жаңа несі. Сөйтіп патшада өзінің жаңағы қауымына құдаймын деп жаңағы ғайыпты болжап білгеннен кейін сондай сөздерді жаңағы сіңдіріп халықтың өзі тура діннен ауытқуына, патшаның расында да құдай деп ойлауына себеп болады екен. Сөйтіп өзінің заманда патша иман келтіргендердің барлығын қырып, жермен жексен қылып, олардың барлығын азаптап өлтірген екен. Күндердің бір күнінде сол қызметінде болған сиқыршы патшаға келеді. Патшаға айтады, мен қартайдым, мынау халықты алдап ұстау үшін саған сиқыршы керек, саған көмекші керек. Мен дүниеден өтуім мүмкін, өлемін дейді. Сондықтан да сен елдің арасынан сондай епті, білімге деген құштарлығы бар, сондай алғыр, жан-жақты
бала болса сен маған тауып бер, мен оған сиқырды үйретемін, сол сиқырды үйрету арқылы сол сенің патшалығыңды әрі қартай өміршең болуына септігін тигізетін болады дейді. Кейін осы сөзді айтқаннан кейін патша өзінің халықты алдап жатқандығын өзі де біледі. Уәзірлеріне, шабармандарына әмір беріп, сондай епті, зерек, білімге деген құштарлығы бар бала табыңдар деп айтады. Сөйтіп ақыры сол қаланың жаңа Ақсол Мәдина, жаңа қаланың шеткі жағында әріректеу тұратын жерден бір бала сондай сипатпен табылған екен. Сөйтіп баланыға әмір береді. Сол бала осы сиқыршыдан барлық сиқырларды үйреніп, түбінде патшаның сиқыршысы болып қалуға дайындалады. Сөйтіп бала әлі кішкентай жас бала, ешқандай арам ой жоқ. Патша әмір бергеннен кейін соған бойсынып сиқыршының үйіне барып тұратын болады. Күндердің бір күнді сол сиқыршыға баратын жолда бір жаңа ағаштардың ба, бір сондай бақтың жанынан өтіп бара жатып, бір адамның сондай бақтың айналасында жүргенін көреді. Бір қараса, жаңа қиссаларда айтады, жерді сүйіп атқан сияқты болады дейді. Жаңағы адам жерді сүйіп жатқан сияқты болады. Бір қараса, егінді бір кішкентай егістік бақшасы бар, содан бақшасын алып жатқан сияқты болады. Сөйтіп жаңағы адаммен танысқысы келіп, жүзі сондай нұрлы, жүзді, сондай үлкен ақсақал екен. Сөйтіп барып, себеп қылып, бала сонымен танысады. Бала алғыр болады. Сөйтіп екеуі танысып, өзін таныстырады бала. Мен сондай патшаның әмірімен, патшаның сиқыршысынан сиқыр маған әмір беріп, содан сиқыр үйреніп жүрген баламын дейді. Сөйтіп жаңағы адам, жолдағы кездескен адам, ол тақуа адам болады. Аллаға иман келтірген, патша өзінің заманда барлығын қырып салған кезде, бұл қалып қойған жалғыз Аллаға иман келтірген құл болған екен. Яғни үлкен жаста кәрі. Сөйтіп баланың жаңағыдай алғырлығын, ізгілігін, тазалығын байқаған тақуа адам оған Алланың бірлігін насихаттай бастайды. Яғни мен не істеп жатсың? Бұл қандай құлшылық деген кезде жаратушы бір Аллаға табыну дейді. Алладан басқа құдай жоқ. Ол барлығын реттеуші. Ол жаратқан сенің патшаңды да, мені де барлығын деп Алланың бірлігін, таухидты сол жерде балаға түсіндіреді. Сөйтіп балаға айтады, бала, егер қаласаң дейді, осы жолда сен маған да келіп, менен білім үйреніп отыр дейді. Мен де саған тәрбие, өзімнің Алла берген білімнен саған үйретейін дейді. Сөйтіп бала келісіп, ақсақалдың жылы жүзінен, сөзінен, жаңағы сондай бір жүрегіне тыныштық тауып, жолда ақсақалға соғып отыратындай болады. Бірақ ақсақал шарт қояды. Сен менімен кездесіп, менен білім алып жатқаныңды ешкімге айтушы болма деп балаға насихат айтады. Сөйтіп ақсақалдан шығып, жаңаға қариядан шығып, иман келтірген тақуадан шығып, сиқыршыға барса, сиқыршы оны ұрып, соғып, ешқандай ақлақ, ешқандай әдеп, ешқандай мейірімділік жоқ. Сиқыршы сондай ұрып, неге кешіктің дейді. Сөйтіп жаңағы таяқ жеп, сөйтіп қатты қиналған кезде, күндердің бір күнді екі ортада жүріп, жаңа тақуа ұстазын айтады, мені осылай кешіккенім үшін сиқыршы ұратын болды, соғатын болды, қатты қинайтын болды дейді. Сонда жаңағы тақуа адам айтады, егер де сені осылай қинайтын болса, сиқыршы, сен айт, ата-анам мені кешіктірді деп айт дейді. Ата-анам үйдің жұмысымен кешігіп қалдым, сол ата-анам кешіктірді деп айт дейді. Ал ата-анаң сұраса дейді, сені неге кешіктің деп сұраса, онда сиқыршы кешіктірді деп айт дейді. Сөйтіп осындай жаңа жол тауып, тақуа насихатын айтады. Сөйтіп сиқыршыға неге кешіктің деген кезде ата-анам кешіктірді дейді. Сөйтіп ата-анасы сұраса, сен қайда болдың? Неге кешіктің десе, сиқыршы мені кешіктірді деп жауап беріп отырады. Сөйтіп бала жаңағы тақуа адамда жолда аздаған уақыт болып, содан тәрбиеленіп жүретін болады. Күндердің бір күнінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келтіреді. Сөйтіп жолдың да кетіп бара жатса, адамдардың үйіліп тұрғанын көреді.
үйіліп бір нәрседен қорқып тұрғанын көреді. Сөйтсе, мына соқпақ жол деген бар ғой, мысалы адамдар өтетін, мысалы таудың етегіндегі бір жол болса, басқа айналып өте алмайды. Дәл сондай соқпақ жол ма, әйтеуір адамдардың өтетін жолында бір аң тұрғанын көреді. Үлкен сом денелі аң. Ол қандай аң екені еш жерде айтылмайды. Хадистерде тек аң дейді. Сондай бір хайуан, жануар екендігін айтады. Сөйтіп адамдардың барлығы содан өте алмайды, қорқып тұрады. Сонда бала келеді де, сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сол бала сол жерге келді дейді. Міне қазір нақты толық көз жеткізетін уақыт келді дейді. Яғни Алла егер мынау тақуаның жолын құптайтын болса, онда қазір көрсетеді. Егер де кімнікі, жаңа сиқыршыныкі жалған болатын болса, оны көрсетеді дейді. Сөйтіп сыналатын, бір сынға түсетін уақыт деп бала тасты алады да, жаңағы бисмилля деп, жаңағы Алланың атымен, Алла Тағала егер де осы тақуадан үйреніп жатқан жолым саған ұнамды болса, тура жол болатын болса, онда бұл хайуанды адамның жолынан кетіре гөр деп тасты лақтырған екен. Сөйтіп лақтырған кезде жаңа хайуан бірден жерге сұлайып түседі. Адамдардың барлығы таңғалады. Баланың халық көрді, сондай бір ерекшелігін. Алланың атымен лақтырған кезде хайуанның өлгенін көрді. Сөйтіп адамдар одан сұрай бастайды. Бұл қалай болды? Сонда айтады, Алланың көмегімен болды дейді. Алла кім? Ол сені жаратқан, мені жаратқан дейді. Сөйтіп адамдардың біразы одан ендеше сен Алладан сұрашы, мен осындай ауруда едім, Алла мені жазсын деп. Сөйтіп жаңағы адамдар одан көп нәрсе сұрайтын болады. Келіп кімге жолда болған оқиғаны тақуа адамға келіп, қария ұстазына келеді, осындай ата жағдай болды, жолда хайуан тұрды, сол кезде мен осылай айттым, Алла егер осы жол дұрыс болатын болса, көрсете көр, құтқарта көр деп айттым дейді. Сонда лақтырған кезде тасты ол хайуан болса жерге құлап түсті дейді. Сонда тұрып айтады, міне дейді, сен енді менен білім жағынан да сен артық болдың дейді. Сосын балаға тұрып айтады, енді байқа дейді, абай бол дейді. Осыдан кейін сынақ басталады дейді. Және мені, шаман келсе мені айтпа дейді. Менің үйреткенімді, менің бар екенімді айтушы болма деп насихат береді. Бірақ енді сынақ саған болады дейді. Сөйтіп баланың осы жасаған әрекеті халықтың арасында бірден тарап кеткен екен. Сөйтіп адамдар әртүрлі аурумен келеді. Жаңа таз, алапес ауруымен ауыратындар. Солардың келгендердің барлығын Алланың қалауымен бала Алладан сұрап, айтады, мен шипа беруші емеспін, мен Алладан сұрайын деп, Алла Тағаладан дұға қылып, жаңа сипап, немесе жаңағы Алладан дұға қылып, солардың бәрін жаза беретін болады. Сөйтіп адамдардың, халықтың арасында осы әңгіме тарап кетеді. Күндердің бір күнде патшағаның қызметшісі дейді, бір риуаяттарда жаңағы уәзірі болған, жақыны адамдардан болған, солардың біреуі көзі көрмейді екен, осы әңгімені естиді. Сөйтіп әңгімені естиді, сол бала баршасын ауырғандарды, алапестердің өздерін жазып жатқан екен, шипа сұраса жазылады екен деп. Сөйтіп өзіндегі дүниесінің барлығын жинап, жаңағы уәзір, патшаға, залым патшаның уәзірі, сөйтіп балаға барған екен. Сосын балаға тұрып айтады, ей бала, мен жинаған дүниемнің барлығын, осыншама, осы байлықтың, сыйлықтың барлығы сенікі болады. Менің көзімді көрсетуін қылшы дейді. Сонда тұрып айтады, жоқ, мен шипа бермеймін, шипа беруші Алла Тағала дейді. Бірақ Алладан сұрайын, Алла қаласа, оны көзіңді көрсететін қылар дейді. Сөйтіп Алладан дұға қылады. Алладан дұға қылған кезде анау уәзірдің көзі көретін болады. Көзіне шипа беріледі. Қараңыздаршы, Алланың құдіреті күн фаякун дейді. Бол десе, бола қалады. Сөйтіп көзі көреді, қуанады. Сонда тұрып бала оған уағыздайды. Шындығында бұл сені жазған, сенің Раббың, менің Раббым Алла Тағала деп түсіндіреді. Сөйтіп бір күні патшаның сарайына кірген кезде жаңағы жан-жағын көріп отырған уәзірін байқап қалады. Сосын тұрып айтады, сені кім бұлай жазды дейді. Сонда
айтады, Раббым жазды дейді. Раббым, яғни құдіреті күшті Раббым мені осылай шипа беріп, мені жазды дейді. Сонда сенің Раббың мен емеспін бе дейді. Сонда жоқ дейді, мені де жаратқан, сені де жаратқан Раббы ол Алла тағала дейді. Сөйтіп қатты осы Алланың бірлігі деген нәрсе қаншама жылдар бойы уәзірлермен, әскермен барлығын өлтірдік, құрттық иман келтіргендерді дегенмен де енді сарайынан жаңағындай иманның сөзі, Аллаға деген бірлігіне деген сөз шығып атқанын байқаған ол өзінің уәзірін азаптай бастайды. Кім саған үйретті? Қайдан үйрендің деп. Сөйтіп ақыры қатты азапқа шыдай алмаған уәзір баланың, сол сиқыр үйреніп жүрген баланың осылай Алладан сұрап жазғандығын және оның насихаттағанын естиді. Сөйтіп баланы ұстап алады, баланы ұстап әскері, сөйтіп оны азаптайды. Сөйтіп қатты азаптың себебінен кім саған үйретті, қайдан үйрендің деп ақыры сол тақуа адамның оны үйреткендігін біліп, тақуа адамды ұстап алдына әкелген екен. Сөйтіп тақуа адамды азаптап, оны да қатты қинайды. Сен діннен қайтсаң, біз сені аман қалтырамыз, әйтпесе сені өлтіреміз дейді. Сонда жоқ, мен Алланың діні жалғыз құдіреті күшті Алла тағалаға иман келтірдім деп өзінің сенімінде нық болады. Сөйтіп патша әмір береді, жаңағы нені тақуаны ұстап тұрып арамен басын кескен екен. Арамен басын кесіп, сөйтіп денесін бөлшектеп тастайды. Сөйтіп оны көрген енді уәзіріне де айтады, сен қайтасың діннен, әйтпесе сені де өлтіреміз дейді. Жоқ дейді, мен Аллаға иман келтірдім дейді. Ол уәзірінде арамен кескен екен. Кәдімгі ағаш кесетін ара деп келеді, сол арамен жаңағы басын кеседі. Басын қақ сөйтіп кеседі. Сөйтіп кім қалды? Енді мынау баланы өлтіртеміз дейді. Сосын барып айтады, былай істеңдер дейді, мынау жас бала ғой дейді. Бұны алып әскеріне айтады, таудың биік шыңына апарыңдар дейді. Сөйтіп тағы да қойыңдар сұрақ, қайтасың ба діннен? Қайтса жібере салыңдар дейді. Қайтпайын десе сол биік шыңнан баланы жерге қарай тастаңдар дейді. Сөйтіп ақыры шыңның басына алып кетеді баланы. Патша осымен енді бітті, иман келтіргендердің мәселесі деп ойлайды. Сөйтіп шыңның басына шыға берген кезде Алла Тағаладан дұға қылады. Құранда пайғамбарымыздың сөзі бар. Аллахумма кфинахум бима ши'та ва кайфа ши'та дейді. Алла Тағала бұлардан өзіңнің қалаған жолыңмен мені құтқаршы дейді. Қараңыздаршы, қандай үлкен дұға. Аллахумма кфинахум бима ши'та ва кайфа ши'та. Ей Алла Тағала, бұлардан мені өзіңнің қалаған, өзіңнің ұнамды жолыңмен мені құтқаршы дейді. Сонда биік шыңға шыққан кезде олар Алла Тағаланың қалауымен шың теңселіп, үлкен не торып, жаңағы көтеріп әкеткен адамдардың барлығы шыңнан құлап, өздері өлетін болады. Бала сол шыңнан аман есен келеді. Соны келсе, патшаға барады бірден. Патша таңғалады, қалғандары қайда дейді. Сонда айтады, Алла Тағала олардан мені құтқарды дейді. Сонда ашуланған, ендеше бұны теңіздің ортасына апарып, суға батырып өлтіріңдер деп, теңіздің ортасына жаңағы тастауын әмір етті дейді. Сөйтіп адамдар қайыққа мініп, баланы қайыққа алып, теңіздің ортасына алып кетеді. Алланың қалауымен тағы да жаңағы құдіреттің күшін келтіріп, Алла жаңағы дұғаны қылады. Аллахумма кфинахум бима ши'та ва кайфа ши'та. Аллахумма кфинихим бима ши'та ва кайфа ши'та. Ей Алла Тағала, өзіңнің қалаған жолыңмен Алла Тағала мыналардан мені құтқаршы дейді. Сол дұғаны қылды ма, теңізде дауыл тұрады да, апарған адамдардың барлығы өздері, қараңыздаршы, өмірінің соңы солай жаңағы мүминді азаптаудың жолында олар не істеді, суға батып өлді де. Сөйтіп судың жаңағы қираған қайықтың бір тақтайын құшақтап теңізден аман есен шығады. Сөйтіп аман есен шығып қайтадан жаңа патшаға барады. Соны таңғалады, қайда? Қалғандарға әскер қайда? Бәрі суға батып өлді. Сонда тұрып айтады, не істерін білмеген кезде сен мені өлтіре алмайсың дейді. Тек мен саған жолын көрсетем, сол жолмен өлтірмесең,
сен мені өлтіре алмайсың дейді. Ол қандай жол деген кезде бүкіл халықты жина дейді. Бүкіл халықты, қауымды жаңағы барлығын жина дейді. Сөйтіп жинағаннан кейін мені қоясың, жаңағы қорамсадан садақты алып, осы баланың раббысымен деп, бисмилля деп, осы баланың арасында солай садақты жібересің. Сөйтсең ғана бүкілінің көзінше айтсаң бисмилля деп, осы баланың раббысының атымен деген сөзді айтса ғана мені өлтіре аласың дейді. Сөйтіп бұған дейін қаншама жылдар күпірлікті насихаттап, сиқырлықты халықтың барлығыны жаңа сіңдіріп, Алланың бірлігін, дін деген нәрсенің барлығының атымен жойып жерген жаңа патша бүкіл халықты қайтадан жинап отыр. Бүкілінің көзінше әйтеуір осы бала өлсін деген сияқты ниетпен садақын тартып, жаңағы бисмиллахи деген сөзді бүкіл халықтың, жаңағы баланың жаңағыдай болған халық естиді, болып жатқан әңгімені естігеннен кейін бүкіл халықтың көзінше садақты жіберген кезде баланың маңдайына жаңағы жебе қадалған екен. Сөйтіп барып бала құрбан болады, сол жерде шәһид болады. Сол нәрсені көрген қауым, Алланың жолында құрбан болған баланы көрген, яғни таухидтің, Алланың бірлігінің жолында құрбан болған баланы көргенде қауымның барлығы иман келтіріп жібереді. Яғни біз осы баланың құдайына, жалғыз Раббысына біз иман келтірдік. Рас оның шақырған нәрсесі. Алладан басқа құдай жоқ деп барлығы иман келтіреді. Сонда ашуланған, ызаға булыққан жаңа патша Құранда келтірген Ухтуд дейді, жаңағы ор қаздыртады. Сөйтіп үлкен орды, ұзынша келген орды қаздыртып, сол жерге отын, жанатын нәрсенің барлығын лаулатып, адамның бет қаратпайтындай дәрежеде жаңа отты жағып, лаулаған отқа әрбір адамды, қауымды ұстап, әскерлері жеке-жеке адамдарды алады. Алла Тағала Құранда айтады, жаңағы олар отырып қарады дейді. Қараңыздаршы, мысалы, жаңағы патша, оның уәзірлері мына жерде ор қазылып тұр, адамдарды жеке-жеке әскерлер ұстап алған, қоршап, бүкілін жеке-жеке ненің басына келеді, жаңа ордың басына. Дініңнен қайтасың ба? Қайтса жібереді, қайтпайым десе, тек отқа тастап отырады. Қараңыздар, сол жерге. Сонда жаңағы Алла Тағала Құранда мынандай аятты келтіреді. Идхум алайха қууд дейді. Олар отырған күйде тамашалап тұрып қарады дейді. Мысалы, жаңағы Алланың жаулары. Сөйтіп, жаңағы Алланың қалауымен бірінен соң бірі адамдар жаңағы орға тасталып атты дейді. Бірақ адамдар діндерінен қайтпады дейді. Иман келтірді. Қараңыздар, Аллаға сенді, бірінен соң бірі жаңағы отқа тасталынып отыр дейді. Ең соңында бір әйел адамды келеді. Сол әйел адам кішкентай ғана сәбиді құшақтап тұр дейді. Ол да иман келтіргендердің біреуі екен. Әлсіз, қараңыздар, емізулі, аузынан сүті кеппеген кішкентай сәбиі бар дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Сол сәбимен барып, баласына аяйды, ана ғой, мейірімді. Қараңыздар, не істерін білмейді, ар жақта от тұр, мынау сәби әлі жарық көрген, қызығын да көрген жоқ. Адамдардың бәрі иман келтіргенді өлтіріп тұрып қалады. Сол кезде жаңағы балаға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, тіл бітті дейді. Тіл бітті де айтты дейді. Испири, анашым, сабыр ет дейді. Иннаки алал хақ. Шындығында сен ақиқат жолындасың дейді. Сенің жолың ақиқат деп айтып жерді дейді. Баланың сөзін естіген барлығы естіді дейді. Сол жерде тұрған анау кішкентай сәбидің анасы тұрып қалды ғой. Отқа апарған кезде иманнан қайтасың ба, қайтпайсың ба, сол кезде ана бала сабыр ет дейді. Осы тұр, бекем бол осы дініңе. Көрдіңіз, сен ақиқат жолындасың деген сөзді айтты дейді. Сонда халыққа бұл сөздің өзі тыңдап отырған иман келтіргендерге үлкен күш берді дейді. Сөйтіп оны баласымен бірге жаңа неге отқа тастады дейді. Осымен жаңағы жанған бүкіл иман келтіргендердің барлығын жағып жергендігі жөнді Алла Тағала осы жерде жаңа қиссаны аяқтайды. Енді Құранның бір ерекшелігін қараңыздар. Бұл жерде Алла Тағала Құранның аяттарында уассама идатил буруж дейді. Мен Құранда келген жолды оқиын. Енді Құранда бұл қысқа ғана айтылады. Бұның барлығы айтылды. Бұл хадисте келтірген жаңағы қиссаны. Енді Құран не деді соған? Алла Тағала былай бастайды.
жұлдызды аспанға серт дейді. Жаңа серт ету, ант етумен, мен ант етем деп бастайды, сонда жұлдызды аспанмен ант етем дейді Алла Тағала. Уәделі күнге серт. Уәделі күн деген қияметке серт дейді. Оның болатынына, қиямет, сот. Қараңыздар, қаншама өмірде залымдар өтті де, қаншама шаңырақтардың басына жаңағы қайғы бұлтын ұялатты. Қаншама залымдар өзінің зұлымдығына байланысты жазасын алмай кетті. Сонда Алла Тағала мына жерде не дейді? Уәделі күнге серт дейді. Яғни уәл-яумил мауъуд дейді. Уәделі деген Алла Тағала қияметтің болатынын уәде етті. Міндетті түрде қиямет болады. Қиямет болады деген сол күні сот болады. Ешкім құтылмайды. Әркім қандай нәрсе жасады? Кімде-кім мысқалдайын тозаңның түйіріндей жақсылық жасатын болса, сол жақсылықты көретін болады. Және мысқалдайын және тозаңның түйіріндей жамандық жасаған біреу болатын болса, ол оны көреді. Қараңыздар, ендеше уәл-яумил мауъуд дейді Алла Тағала. Мен уәделі күнмен ант етем дейді. Яғни қияметпен ант етем дейді. Ешкім құтыла алмайды. Ол сот міндетті түрде. Бұл өмірдің сотынан құтылып кетуі мүмкін, бірақ Алланың алдындағы соттан ешкім құтыла алмайды. Уәшахиди уә мәшһуд дейді Алла Тағала. Куә болған мен куә болғанға серт. Ор иелерінің жаны шықсын дейді. Қутиля асхабул ухдуд дейді. Қутиля деген сөз негізі тәфсірлерде айтады, луайна деп келеді. Луайна лағнет болсын дейді. Қараңыз, мысалы, адамдар сондай бір қатты өмірді біреуден зұлымдық көрген адамдар біреуді лағнет деп атады. Бірақ Алла Тағаланың лағнеті деген қараңыздар қандай? Сонда айтады, лағнет болсын дейді. Анау ор иелеріне, орды қазып, мүминдерді өлтірген, жаққан, сол ор иелеріне не болсын? Лағнет болсын дейді. Қутиля асхабул ухдуд. Отынмен жанған оттың иелері сол уақытта оның жанында отырған еді дейді. Олар болса, соны тамашалап, жаңағы патша, оның уәзірлері қарап отырған еді дейді Алла Тағала. Олар иман келтіргендерге дейді, не істегендеріне куә болысты дейді. Оларға құдіретті әрі мақтаулы Аллаға иман келтіргені үшін ғана өшікті дейді олар. Яғни бар кінәлері олардың иман келтіргені еді дейді. Басқа ешқандай олар патшаға, басқаға ешкімге қарсы шыққан жоқ, ешкімге зияндық қылған жоқ. Бар олардың айыбы дейді. Алла Тағала айтады, олар уәмә нақаму минхум илля айюмину биллахи азизил хамид дейді. Сондай үстем жаңа мақтаулы Алла Тағалаға иман келтірген себепті оларды өлтірді дейді. Әлләзи лаху мулкус самауати вал ард дейді. Шындығында ол сондай Алла еді, аспан мен жердің мүлкі оның қолында дейді. Уаллаху аля кулли шайин шахид дейді. Және Алла Тағала әрбір нәрсені қарап тұрушы. Яғни Алла Тағала қалай олар азаптады, соны Алла Тағала көрді ғой. Қараңыздар. Инналлазина фатанул муъминина вал муъминат. Сондай мүминдер ерлер мен мүмин әйелдерді азаптағандар дейді. Алла Тағала айтады. Сумма лам ятубу. Одан кейін тәубе қылмағандар дейді. Азаптағаннан кейін сол азаптаған адамдар тәубе қылмағандар дейді. Фалахум азабу жаханнам. Оларға жаханнамның азабы болады. Валахум азабул хариқ. Және оларға күйдіруші от бар дейді. Инналлазина аману ва амилус салихат. Ал сондай иман келтіріп ізгі амал қылғандар лахум жәннат. Оларға жәннат болады. Тәжри мин тахтихал анхар. Астарынан өзендер аққан заликал фаузул кабир. Міне бұл өте үлкен жеңіс деп бітіреді Алла Тағала айтады. Ендеше осы қиссаны Алла Тағала Құранда осылай баяндаған. Енді қиссаның сабақтарына келсек, ғұламалар көрсеткен ең бірінші мәселелердің біреуі бұл баланың тәрбиесі. Бала тәрбиесін байқасақ болады осы жерде. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хадисі бар. Куллу маулудин юладу алал фитра дейді. Әрбір сәби, бала, ол табиғатында, яғни туған кезде таза болып туады дейді. Аллаға сеніммен туады дейді. Фа абауаху, әке шешесі оны не яхуди қылады, ау юнассиранаху, немесе оны христиан қылады, немесе
оны отқа табынатын қылады дейді. Немесе тағы да осындай жаңа жолдар. Бірақ бала туған кезде ол таза болып туады дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да осы таза болып туған балаға Алла Тағаланың бірлігін насихаттау, оны үйретудің маңыздылығы айтылып отыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бір сөзі бар, «Мана халал уалиду ли уаладихи» дейді. Шындығында ата-ана балаға имани тәрбиеден артық сыйлық бермейді дейді. Сондықтан да осы жерден бір жаңаға алатын өте үлкен нәрселердің біреуі бұл бала тәрбиесіне көңіл бөлу, олардың имандылығына. Сол жас кішкентай баланың өзі бүкіл қауымды тозақтың отынан аман қалдырып отыр. Өзінің өмірімен, өзінің ғибратты сол жолда құрбан болу арқылы сол бүкіл адамзатты, сол жердегі қауымды Алла Тағаланың жаңағы бірлігіне иман келтіруіне себептер болды. Сондықтан да баланың тәрбиесі, баланың кішкентай кезінен бастап Алла Тағаланың бірлігіне насихаттау, оны үйрету, имандылыққа тәрбиелеу, ол мұсылманның міндеті екенін осы жерден байқаймыз. Екінші мәселе, біз білуіміз керек. Ешқандай нәрсе, ешқандай зат Алла қаламаса адамға зиян келтіре алмайды. Ибн Аббас радиаллаху анхудың жаңағы хадисі бар, айтқан болатынбыз өткенде де. Сонда айтады: «Кунту радифа расулилля, халфа расулиллахи саллаллаху алейхи уассалам яуман» деп келеді. Шындығында мен бірде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жаңағы атпен келе жатқан кезде артында отыр едім дейді. Сөйтіп маған айтты дейді: «Я ғулам» дейді. Жаңа Ибн Аббас деген сахаба, жас бала. Сонда «Ей бала» деп айтты дейді. Пайғамбарымыздың қараңыздар тәрбиесін. Аттың үстінде келе жатып, жаңа көліктің, есек бола ма тағы басқа, көліктің үстінде келе жатып, сөйтіп айтты дейді: «Я ғулам, инни уаллимука калимат» дейді. «Ей бала, мен саған қазір бірер сөзді үйретемін» дейді. Сондай бір сөздер үйретемін дейді. Сөйтіп былай дейді: «Ихфазиллаха яхфазак». Алланы сақта, Алла сені сақтайтын болады дейді. Яғни Алланы сақтау деген қалай? Адам Алланы қалай сақтайды? Алланың әмірлерін орындау, тыйған нәрселерінен тыйылып жүрсе, Алла сені сақтайды деген сөз. «Ихфазиллаха таджидуху туджахак» дейді. Пайғамбарымыз айтады: Алланы сақта, қиналған кезде Алланы алдыңнан табасың дейді. Яғни Алланы көмекші ретінде, сен қиналған кезде, сен Алланың әмірін аман кезіңде, сау кезіңде Аллаға бойсынып, Аллаға иман келтіріп жүретін болсаң, бір қиналған кезде сен Алла десең, Алла Тағала сенің көмекшің болады. Таджидуху туджахак дейді. Уалам, және сен біл дейді, ей бала дейді. Барлық үммет жиналып, саған зиян келтірем десе, олар зиян келтірмейді дейді. Тек Алланың қалаған нәрсесі болады дейді. Және барлығы жинап, саған пайда берем десе, олар пайда бере алмайды, егер Алла оны қаламайтын болса дейді. Руфиатил ақлам ва джаффатис сухуф. Қаламдар көтерілді, парақ кепті дейді. Яғни тағдыр бекітілді деген сөз. Қараңыздар, сонда осы жерде барлық жиналып, бір адамға зиян келтірем десе, Алла қаламаса зиян келтіре алмайды. Және пайда берген болса, берем десе, бәрі жиналып, Алла қаламаса пайда бере алмайды. Сондықтан да кез келген адам бір үлкен жақсылыққа жеткен болса, бір пайда көрген болса, бір сондай бір үлкен дәрежеге жеткен болса, оның берушісі сол адам емес, ол жеткізуші. А оны беруші нақты, оның авторы, сізге беріп жатқан нығметтің, сіздің осындай дәрежеге жеткізген, сізді аман қылған, осындай бір үлкен нығметтерді берген нақты кім? Ол Алла Тағала екен. Сондықтан да Алла Тағаланың жаңа қалауы болмаса, адам үлкен жетістікке жете алмайды, немесе үлкен зиянда кеше алмайды. Осыны мұсылман адам осы жерден білу керек екен. Өйткені таудың үстіне шыққан бала барлығы қырылды, аман келді. Суға батам деді, батырамыз деді, бала аман шықты. Қараңыздар, Алланың қалағаны, жаңағы Алла Тағала егер қаламайтын болса, ол нәрсені ешкімнің зиян келтіре алмайды екен. Және бұл қиссадан алатын тағы да бір тағылым, бұл сиқырдың харам екенде біз білуіміз керек. Кез келген көз байлайтын жаңағы адамдарды сиқырлыққа немесе өтірікпен жаңағы адамдар ұстаудың барлығы мән ғашшана фәләйса мен, бұлардың барлығы харам нәрселерден екендігін біз білуіміз керек. Және мысалы кез келген көріпкел, балгер, бақсы деген нәрселер бар, Мысалы Абай атамыздың бір сөзі бар: моласындай бақсының
жалғыз қалдым тапшының дейді. Моласындай бақсының жалғыз қалдым деп тұр да. Бақсының моласы негізгі мұсылмандардың қорымның ішіне қойылмайтын болған. Бақсы деген жаңа ғайыпты болжайды, мысалы неше түрлі анау нелермен, жаңа отпен, тағы басқа бір адамдарға жаңағы неше түрлі нәрселермен көз нететін адамдар, мысалы емдейміз деп сосын неге шамандық нәрселермен айналысады. Сөйтіп кезінде де біздің бабаларымызда жаңа моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшының дейді. Қараңыздар, оны мұсылмандардың зиратына қоймайтын болған. Оларды өліп қалатын болса, бір жел жағына зираттың сыртына бүйтіп әйтеуір не болмасын деп көме салады. Лақат ештеңе жазбайды, солай оған жаназасын да шығармайтын болған. Түсіндіңіздер ме? Ендеше бұл сиқыр деген жаңағы көріпкелдік, бал ашу, тағы басқа бұл исламда құпталмайтын нәрселер, харам нәрселерден болып есептенеді. Тіпті пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар. Мән ата аррафан ва саддақаху бима яқул фақада кафара бима унзила ала Мухаммедин саллаллаху алейхи уассалам. Наби саллаллаху. Пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар. Мән ата аррафан дейді. Кімде-кім бір көріпкелге барса дейді. Қараңыздар, бір көріпкелге барса дейді. Ва саддақаху бима яқул. Және оның айтқанына сеніп қалған болса дейді. Қараңыздар, анау көріпкел сізге бүкіл өміріңізді айтып берді. Немесе жаңағы тағы да өзіңіздің ойлаған нәрсеңіздің барлығын айтып берді дейді. Сол айтқанына сеніп қалған болса, мейлі ол рас болсын оның айтқаны. Фақада кафара бима унзила ала Мухаммед. Мұхаммедке әкелген нәрсеге күпір еткені дейді. Күпірлік еткені дейді. Сол адамның дейді. Қараңыздар. Тіпті бақсы балгерлерге барудың өзінен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тыйған екен. Түсінікті ме? Сондықтан да бару ол алданып қалуы мүмкін. Оның айтқаны келді. Мысалы біреудің мал жоғалып жатса, құмалақ аштырып жатады, өйтеді, анау көршің үйіңде бір ана қараторы кісі бар ма дейді, жаңа көршің бар ма? Иә дейді, бәрі қараторы қазақтың. Мысалы, иә соның осы жұмада біреу келді ме сол үйге? Иә солар дейді. Сол екі мысалы талай жағдайда сол жаңа құмалақшылардың себебімен екі көрші бір-бірімен жаңа өмір бойы бір-бірінен бет алып кеткендер бар. Яғни сондай адамдардың жаңағындай фитна, сондай бір алауыздыққа апару себебінен. Сондықтан да кез келген сиқыр бұл жаңағы көріпкелдік, немесе тағы да бал аштыру, тағы басқа бұлардың барлығы исламның несіне емес. Сондықтан да қазіргі мысалы жаңа гороскоп дейді, тағы да неше түрлі нәрселер бар ғой қазіргі неден. Сен сөйтпе, бүйт деген сияқты мәселелердің барлығы жоқ. Мұсылман ондайлар. Біз оны өзіміздің туысқандарымыз болатын болса, оларға түсіндіруіміз керек. Яғни бірден олармен харам, анам деп айғайламау керек. Не үшін бұл не екен? Пайғамбарымыздың өсиетін айтуымыз керек. Жоқ, ла я'ламул ғайба илля ху дейді. Ғайыпты одан басқа ешкім білмейді дейді. Ғайыпты болжауға болмайды. Көрдіңіздер ме? Ал мынау жаңағы синоптиктердің айтатыны ол ғайып болып есептелмейді. Ол жаңағы технологияның дамыған нәрселері. Ал ғайып деген ол мүлдем жаңағыдай сондай бір тылсым нәрселерге араласып кету. Ендеше осының бәрі харам екендігін біз білуіміз керек. Және тағы да осы қиссадан алатын тағылымның біреуі бұл ида ахаббаллаху қауман ибталахум дейді. Алла бір қауымды жақсы көретін болса, Алла Тағала ол қауымды сынайды дейді. Яғни оған сынақ береді дейді. Біз жаңағы отпен жағылып кеткен қауымды Алла жек көрген үшін солай істеді дегеннен сақ болуымыз керек. Біреу мысалы бір үлкен ауруға немесе жол апатына бірдемеге түсіп қалатын болса, сондай Аллаға жек көрініші деген нәрселерден біз тілімізді сақтауымыз керек. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан да Алла Тағала мүмкін оның жақсы көрген құлы сыналуы мүмкін. Жылдар бойы Аюб пайғамбар сияқты төсек тартуы мүмкін. Мысалы, немесе үлкен жаңағы бір пайғамбарлар сияқты кедейлікке түсіп кетуі мүмкін. Мысалы, немесе бір пайғамбарлар сияқты бай болып кетуі мүмкін. Сондықтан да бұл жаңағы мәселелердің барлығы жалпы сынақ. Алла Тағала сүйген құлын, егер ол ізгі жолмен жүрген болатын болса, Алла Тағала сынайтынын біз ұмытпауымыз керек екен. Өйткені Алла Тағала Анкабут сүресінің басында айтады: Алиф лам мим ахасибан насу айяқулу аманна ва хум ла юфтанун дейді. Адамдар ойлай ма дейді, біз иман келтірдік, болды, енді сыналмаймыз деп. Уалақад фатанна аллазина мин қаблихим. Шындығында олардан бұрынғылардың барлығын сынаған болатынбыз дейді. Ендеше құрметті жамағат, біз мынау сынақ өмірдеміз. Бітті, күнде сыналып жатырмыз. Бірақ сынақ бұлар өте үлкен нәрселермен, яғни өмір мен өлімнің арасында. Біз мысалы мынадан шыққан кезде бір қайыршы қолын созып тұру мүмкін. Біз сол қайыршы
жаңағы кедей адамның сол жерін, біреу ауырып тұрған бауырың қиналып тұруы мүмкін, сонымен сіз сыналып жатсыз. Яғни сынақтың түрлері әртүрлі. Сол бір кішкентай нәрсе, өткен жолы айттық қой, мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, бір итке мейірімділігі түсіп су берген үшін Алла тағала оны не істеді? Жұмаққа кіргізетін болды, кешіріп жіберді. Қараңыздар, сондықтан да біздің жаңағы сыналу дәрежеміз әртүрлі. Тіпті сіздің әйеліңізбен жақсы қарым-қатынаста болуыңыз, оған сабыр етуіңіз, мысалы, сол мүмкін үлкен қазіргі сыналып тұрған, соған сабыр ететін болсаңыз, соның артында үлкен Алланың мейірімі, кешірімі тұруы мүмкін. Сондықтан да біз күнделікті жаңағы мынау ғұмырда күнде біз сыналып жатырмыз. Сол сынақтардан біз сүрінбей өтуге тырысуымыз керек екен. Ал оның үлкені жаңағы өлім мен өмір екендігін байқасақ, осы қиссадан болады. Кейін жаңағы Алланың бол десе бола қалады деген мәселесі баланың сөйлеп кетуі. Мысалы, кейбір кезде әртүрлі жағдайлар. Мысалы, Иса пайғамбардың негізі тарихта бірнеше балалар сөйлеген осындай. Соның біреуі Иса пайғамбар алейхиссалам, Мариям анамыз баланы алып келді ғой. Сонда барлық сол кездегі яһудилер айтты, мына жүрістен тапты дейді. Ойнастан туып әкелді дейді. Мана Мариям анамызға Алла тағала айтады, сен 3 күн адамдармен сөйлеспе дейді. Сонда ол ораза, сөйлеуге болмайды. Баланы халықтың алдына әкеп тұр. Айтады, сенің Мариям, сенің ағаларың, пайғамбарлар жақсы адамдар еді. Сен қалай ойнас жасап мына баланы әкелдің деген сияқты. Сондай жаман нәрселермен айтқан кезде фашарат илейх дейді. Жаңағы Мариям анамыз балаға не істеді? Ишарат жасады дейді. Сол кезде бала сөйлеп кетеді. Сөйлеген кезде не дейді? Қала инни абдулла, мен Алланың құлым. Әтән ел китаб, маған Алладан кітап беріледі дейді. Уажаалани набия, мені пайғамбар қылды дейді. Сөйтіп келіп, уажаалани мубаракан айнама кунту дейді. Және мені берекелі қылды, қай жерде болсам да дейді. Берекелі деген сөз мені пайдалы ететін қылды деп. Сол Иса пайғамбар сөйлейді. Осы Ухтудтағы тағы риуаяттарда, анау естеріңізде ме? Юсуф пайғамбардың өмірінде анау Саидтің әйелі бөлмеде қалып қойып, зинамен айып жасайды ғой. Сөйтіп арқасы жыртылады. Сол кезде бала сөйлеген дейді. Сол жерде үкім айтқан дейді. Егер арты жыртылса әйел кінәлі, алдынан жыртылса Юсуф кінәлі деген сөзді. Сол кездегі сәби сөйледі дейді, жаңағы риуаяттар бойынша. Сондықтан да бұл қиссаларға біз бәріне иман келтіреміз. Алланың қаласы таста сөйлейтіндігіне біз иман келтіруіміз керек. Сосын осы Құранның аятында тағы бір алатын тәрбие, Алла тағала мына жерде мынандай бір сөз айтты. Инналлазина фатанул муъминина вал муъминат. Сондай мүмин ерлерді және мүмин әйелдерді азаптағандар дейді. Сумма лам ятубу дейді. Одан кейін тәубе қылмағандар дейді. Азаптағаннан кейін тәубе қылмағандар фалахум азабу жаханнам, оларға жаханнамның азабы болады, валахум азабул хариқ, және күйдіруші от бар дейді. Сол кезде осы анау жаңағы азаптады ғой, аналарды жағып орды, қазды. Қараңыздар, қаншама жұмыс қой. Сонда әскер болды ғой. Олар да адамның баласы ғой. Ол да біреудің баласы болды. Солар жұмыс істеді ғой. Ананы үлкенді қазды. Ол кезде экскаватор деген ештеңе жоқ қой, мысалы. Қазды, қараңыздар. Оны отынды тасыды, оны жақты, адамдарды сүйреді. Патша қарап отыр. Ана жерде айналасында істеді ғой соның барлығын. Қараңыздар. Сонда соларды айтады Алла тағала. Сөйтіп мүминдердің ерлерді, мүмин әйелдерді азаптағандар дейді. Содан кейін тәубе қылмағандар деген сөзді айтады. Қараңыздаршы. Я Раббым, егер тәубе қылса, одан кейін не істер едің? Сонда Алла тағала кешірем деп тұр ғой бұл жерде. Қараңыздаршы. Анандай күнә жасаған адамдардың өзін Алла тағала одан кейін тәубе қылмағандар дейді. Тәубе қылса не істер еді? Алла тағала кешіреді екен. Сондықтан да жалпы өмірде біз Алла сені кешірмейді деген сөзді айтпауымыз керек. Алланың мейірімі кең. Кімді қаласа, ол кешіріп жүреді. Ғафурур рахим дейді. Біз бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөзді әрбір оққан сайын Алланың мейірімі шексіз. Құранда мынандай бір аят бар. Қул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим дейді. Алла тағала айтады. Айт, ей Мұхаммед, анау құлдарым айт дейді. Асрафу аля анфусихим. Өз-өздеріне зияндық жасап жүрген құлдарыма айт дейді. Ла тақнату мин рахматилла. Алланың мейірімінен күдер үзбесін дейді. Алла кешірмейді деп айтпасын дейді. Қараңыздар.
Алланың мейірімнен күдер үзбесін дейді. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Шындығында Алла Тағала барлығының күнәсін кешіреді дейді. Иннаху хуал гафурур рахим. Өйткені ол кешірімді және мейірімді деп Алла Тағала өзінің сипатын айтады. Тәубаның орны ендеше өте биік екен, құрметті жамағат. Сондықтан да альхамдулилля, жаңа күллу бәни адама хатта, әрбір адамның баласы қателеседі дейді. Хойрул хаттаина тауабун. Бірақ қателесушілердің ең хайырлысы қателігінен кейін, күнәдан кейін тәубе етіп, енді қайтып оны істемейтін болса дейді. Сондықтан да тәубенің қабыл болмайтын екі жері бар. Қабыл болмайды, бітті, сол кезде жасалған тәубе. Біреуі дүние жан алқынға келген, ғарғара дейді, жан алқынға келген, жан шығайын деп тұрған кезде кім тәубе қылып қанша әрекет ететінін білсе, оны Алла Тағала қабыл етпейді. Екіншісі қиямет қайым басталған кезде. Қиямет басталып қалған кезде, ана күннің бұлай шыққан белгілерін көрген кезде адамдардың бәрі иман келтіреді екен, жаппай. Ол иман қабыл етілмейді. Неге? Өйткені алдындағы Алла Тағаланың ескертпелеріне олар сенбеді. Ал қалған уақыттың барлығында тәубаның есігі ашық екенін білуіміз керек. Және бұл жерден тағы бір алатын тағылым, мынау пайғамбарымыз айтады, отпен тек оттың иесі ғана азаптайды дейді. Кез келген мұсылман бір нәрсені тіпті мысалы әртүрлі жәндік болсын, отпен нетуге, жағуға болмайды. Өлтірудің түрлері бар ғой, зиянды нәрсе болса тағы да атады, мысалы тағы да бар. Бірақ отпен жағып жіберу жаңағы бұл Алла Тағаланың қаламайтын, ұнатпайтын нәрселерінен болып есептелінеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мынандай бір хадисі бар. Бірде пайғамбарымыз сахабаларымен келе жатқан кезде бір құмырсқаның илеуін көреді. Илеуін көреді, соны жағып жерген екен біреу. Соған қарап пайғамбарымыз қатты айтқан сөзі бар. Сонда бір жаңағы хадисте былай келеді. Алла Тағала бір пайғамбар болғанда, бір пайғамбар болған. Сонда сол пайғамбарды бір құмырсқа денесіне кіріп шағып жерген екен. Сонда жаңағы Алланың құлы алады да сол құмырсқаның илеуін жағып жерген екен. Сонда Алла Тағала сен дейді, жаңа пайғамбарды сөгеді. Сен Аллаға таспих айтатын қауымды өлтірдің бе деп Алла Тағала оны сөкті дейді. Пайғамбарымыздың хадисі. Осы жерде ендеше мысалы жан-жануарлардың да керексіз оларды өлтіруге болмайды. Олар Алла Тағала Құранда айтады, шындығында аспан мен жердегілер Аллаға таспих айтады, Алланы мақтайды дейді. Уәләкинна ла тафқахуна таспихахум дейді, Құранда айтады. Бірақ сендер олардың таспихтерін түсінбейсіңдер дейді. Сонда шыққан қыз жүгірген аңның өзі Аллаға мойындаған, бүкіл әлем бағынып тұрды. Бірақ адамдардың біразы әлі де неде жүр? Қалғандардың барлығы Аллаға иман келтіргендер. Ендеше осы жерден ғұламалар истимбат дейді. Жаңағы хадистен мынандай бір мағына шығарады. Таспих айтатын кішкентай құмырсқаны зиян келтірген үшін Алла кінәлады дейді. Ендеше таспих айтқан мұсылман болса дейді, оған зиян келтіру харам екен. Кез келген мұсылман намаздан кейін субханалла деп айтып көрді ғой. Субханалла дейді, субхана роббиел а'ла деген, субхана роббиел азим. Осылардың бәрі таспихтар. Ендеше таспих айтқан мұсылман құрметке лайықты екен, сіздің бауырыңыз. Сондықтан біз бір-бірімізге өте қымбат адамдармыз. Біз бір-бірімізге ғайбат айту арқылы, зиян келтіру арқылы өте үлкен Алла Тағаланың ашуына ілігіп қалуымыз мүмкін екен. Сонда таспих айтатын жаңағы қауымды, жәндікті құрметтеуді Алла Тағала пайғамбарымыз бұйырған болса, ендеше таспих айтқан мұсылманды құрметтеу оның дәрежесі өте зор болып есептенеді. Құранда мынандай бір аят бар: «Уалақад каррамна бани адама» дейді. Шындығында біз адамның баласын құрметтедік дейді. Жаратылыстың ішіндегі ең құрметтісі ол адам. Егер де сол адам мұсылман болатын болса, ол сіздің бауырыңыз, ол ғайбат айтуға, ол зиян келтіруге жаңағы ешқандай жарамайды. Сондықтан да кез келген таспих айтатын бауырың сіздің құбылаға қараған, ол өте үлкен құрметке ие екендігін біз білуіміз керек. Енді ең соңғы бір алатын осы жерден тағылым, аяттың соңын қараңыздаршы, былай аяқталып тұрды. Инналлазина аману, сонда иман келтіргендер дейді. Ва амилус салихат, одан кейін ізгі амал жасағандар. Лахум жаннат, оларға жаннаттар болады дейді. Яғни айтып отыр, жаңағы адамдарды айтып отыр, иә? Тәжри мин тахтихал анхар, олардың астарынан өзендер аққан дейді. Енді ең қараңыздар мынау сөзді. Зәлика, мынау дейді, сонау дейді, нәрсе дейді. Сол болған оқиғаны айтып тұр ғой.
фаузул кәбир дейді. Ең үлкен жеңіс дейді. Алла Тағала ана өлген мүминдерді жеңді деп тұр да. Былай біз қарап тұрсақ, патша әскерлерімен өлтіріп барлығын сол жерде қиратты. Олар имандарынан айнымады, отқа түсті. Сонда Алла Тағала сол отқа түскендерді зәликәл фаузул кәбир дейді. Міне бұл үлкен, ұлы жеңіс дейді. Алланың есебі басқаша екен да. Сондықтан да бұл жерден алынатын дейді. Біздің өміріміз немен аяқталынады, соған байланысты. Егер де көркем жолмен аяқталынатын болса, ол жеңіс екен. Сондықтан да Алла Тағаланың көзінде, Алла Тағаланың назарындағы нәрсе зәликәл фаузул кәбир. Міне ол үлкен жеңіс дейді. Яғни өздерінің имандарында берік болып, сол жолда Алла Тағаланың жаңағы бірлігін шынайы жүректерімен, шынайы сенімдермен бекем болғандығына, соған сол жолда құрбан болған адамдар, солар жеңді деп тұр да, иншалла. Сондықтан да бұл жердегі мәселе мұсылманның ғұмыр кешуі, мұсылманның әрбір әрекеті Алла Тағалаға ұнамды екен. Алла Тағала иншалла біздерді осындай қиссалардан тағылым алуды, балаларымызды тәрбиелеуді, жоғарыда айттық, бала тәрбиесіне бұл жерде көңіл бөлу керек екендігі, және иманның орнын айттық, тәубенің орнын айттық, мұсылманның бір-біріне қарым-қатынасын айттық. Алла Тағала иншалла осы Құранның тәлімдерін бойымызға сіңіріп, амалымызға асыруды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Алла разы болсын.